Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде әдеттегідей баланың бал тілі мен тәтті қылықтарына толы хабарымыз Балалы үй базар бағдарламасы, ал оның жүргізушісімен Рахман Омар. 3 жасар баласы анасына: "Анашым, адамның қаны тәтті бола ма?" деп сұрапты. Анасы: "Мен қайдан білеймін?" десе, баласы: "Әкем айтты ғой, сізді анаң барлық қанымды ішіп бітірді" деген көрінеді. Сөйтсе анасы: "Қой, сенің әкеңнің миы жоқ қой" десе, баласы: "Сонда сіз әкемнің миын да жеп қойдыңыз ба?" деген екен. Міне баланың былдырлаған тілі жанға дау екені сөзсіз дей отырып, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Сонымен біздің бүгінгі хабарымыздың қатысушыларымен таныс болайық. Сол жақтағы топ Болат Жолдасов және Аша Матай. Бастау тобын алғаш құрған Болат өнер әлемінде өзіндік орны бар гитарист. Кішкентайынан сурет салуды жаны сүйеді. Арманы парашюттен секіру. Ал оның жұбы Аша елімізге танымал тележүргізуші, әнші, әр актриса. Бос уақытында бокс, сноуборд спортымен айналысқанын ұнатады. Қолы қалт етсе, әшекей бұйымдар жасағанды әдетке айналдырған. Ал оң жақтағы топ Нұрболат Абдуллин және Шаба Әденқұлқызы. Нұрболат Динар тобының әншісі, бос уақытын салауатты өмір салтына арнап, достарымен футбол ойнағанын ұнатады. Ал оның жұбы Шаба өнер айдында ән шырқап жүрген әнші, 5 саусағынан өнер тамған қызымыз кесте тігуді, тоқыма тоқуды ұнатады екен. Ал олай болса, ойынымызды бастайық. Біздің бағдарламамыз бірнеше айналымнан тұрады, құрметті сайыскерлер. Алғашқы айналым ой салу айналымы. Ой салу ойынның ережесі өте қарапайым. Экранда балалардың жасырған сөзін табуларыңыз керек. 3 рет түсіндіреді. Бірден тапсаңыздар 15 ұпай, екінші мәрте тыңдап табатын болсаңыздар 10 ұпай, ал үшіншісі 5 ұпаймен бағаланады. Сол жақтағы топтан бастаймыз. Егер бірінші топ дұрыс жауап бере алмаса, кезек қарсыластарға көшеді. Сонымен, яғни Болат, Аша, экранға назар аударыңыздар. Сіздерге алғашқы сөзді жасыратын Ислам Памирей және Әлішер Жақупов 4 жаста, Ерсұлтан Әшенов және Марғұлан Ошан 5 жаста. Тыңдаймыз. Ол жылы емес. Жылы емес. Плак ана деді. Плак деді ана здесь. И шорты киеміз. Еще капюшон киеміз. Чуть заплатку амат басныға. Еще майки киеміз. Апай, апай, автобуспен барғанда ғой қараңғы болып кетпейді. Апай, аймен ғой бассейнда болғанда ғой амексіда ұйықтағым ғой, сосын биледім. Иә? Машинамен барамыз. Не туралы, қандай ұғым туралы айтқысы келіп тұр екен? Білмеймін, біз бірінші нұсқа бұл мүмкін балабақша деп ойлап отырдық. Ол жүземіз дегеннен кейін бұл тағы да бір қызық әңгіме пайда болды. Бірақ Болатта қосыласыз ғой, балабақша деп ойлаймыз. Балабақша деп ойлайсыздар. Балабақша деп ойлаймыз, иә. Әттең 15 ұпай алатын мүмкіншіліктен айырылып қалдыңыздар. Енді тура осы сөзді сіздерге жасыратын Сұлу Өмірбекова және Лаура Рахымжан 4 жаста, Таип Байдасов және Айбар Рахымбек 4 жаста. Тыңдаңыздар. Біз садикті бітірген соң, садикті бітірмесем, уже қайтадан барамыз көбірек садикке. Садик керек қой, жалғыз. Мамам кетқанша қорқпаймын. Қорқпаймын. Жанақай мен, мама қайда кетті? Сен жылап еді ғой. Түскілі садикке бармаймыз. Біз түскілі сабаққа барамыз. Болмасақ емес бақыла. Ояқта сүйген біз Түркияға бардық та қап-қара болып келдік. Жақсы бардық сүйген ояқта көп бассейн болған. Мына
кішкентай бүлдіршіндеріміздің, кішкентай қыздарымыздың бірі Ашаға, біреу Шабаға ұқсайды екен, Сонымен, не ойландыңыздар? Қандай, оған бұл зат емес. Демалыс күні сияқты. Неге демалыс күні сияқты? Себебі ол күні балабақшаға бармаймыз деді. Содан кейін аулада қардан домалатып бір нәрсе жасаймыз. Демалыс күні Бәріміз болу. бірге демалайық. Демалыс деген сөз әрине. Дұрыс. Алғашқы ұпайларда мінекей пайда болды. Олай болса, оны пайдаларыңыз құтты болсын, бірақ әлі мүмкіншілік өте мол, Аша болады. Сондықтан енді біз кезекті оң жаққа береміз. Сіздер табасыздар. Ал сөзді жасыратын Абдурахман Қыстаубаев 2 жаста, Саян Мұханғали 3 жаста, Ерден Әлиядинов және Иман Иманали 5 жаста. Қандай сөз екен мұқият болыңыздар? Папа, басын бет. Здеп келеді. Здеп сағуал. Бағылы мен сағуалды ғой. Ой! Сабын жейді. Осын кен аузы асты болады. Мен бәрін көрдім. Мен қорқам. Ой! Бөжде. Мен далаға көрдім. Иә, сонымен... Бұл қорқынышты бір нәрсені айтып тұр. Меніңше жылан немесе маса ма, ара ма? Сіздердің жауаптарыңыз, яғни бір ғана жауап болу керек, яғни ол... Маса? Маса, е? Маса емес екен. Дұрыс, Болат пен Аша қуанып кетті. Жүздеріне күлкі пайда болды. Яғни осы сөзді сіздерге жасыратын Рахманбек Тұрсынов 5 жаста, Ерсұлтан Әшенов, Марғұлан Ошан 5 жаста. Қандай сөз екен, тыңдайық. Сәбеп, ой, қолнам, ой, шығады. Сосын кейін қада сөбеп, ой, екі желінен паучыны, ауызы назы ауызынан шығады. Сосын кейін, ол мұқты болатын шамам, ой, өзіп тұстайды сәбеп, ой, апай, өрнелім оп, ой, сияқты. Апа, білесіз ба? Аманың ой, аминда даже вниз головой да шғаламын былай. Бит, ой, бит, мен анда стеналарда бит тұралам, ой, жақты. Иә, Болат мырза, Аша ханым қатты... Өрмекші. Неге өрмекші? Енді үстіне шығып кетеді дейді, жаңа өзін несімен деп, жібімен деген сияқты келтіріп отыр. Алғашқы пайдарыңыз құтты болсын, әрине. Жәндік деп айтылғаннан кейін бірден табуға болар еді, өрмекші екен. Енді әрине алма кезек Нұрболат пен Шаба сіздерге ауысады. Сөзді жасыратын Әділхан Райымбек және Ақлима Нұртаева 4 жаста. Апасы үлке бопты. Еще атасы таната бопты. Атасы сүйген ой, жатыр мен сені сүйемін атып жатыр. Еще апасы сүйген атаға атыпты. Сен таптым ма ата? Еще ата сүйген апаға атты. Ата сүйген апаға атыпты. Мен таппадым ата еще. Иә, не түсіндіңіздер? Атасы бар екен, апасы бар екен, сосын ұстатпай кетіпті деп тұрайымыз. Бауырсақ бұл күн. Неге бауырсақ? Таппадым дейді, енді бауырсақ қашып кетті ма? Қашып кетті, е? Таппадым деп жатырсың. Бәрімізге белгілі ертегі ғой, е? Бауырсақ ертегісі. Домалап, қайда кеттің домалап, ол бауырсақ екен дұрыс. Құтты болсын ұпайларыңыз. Тамаша, алда әлі де тағы әрине сөз бар жасырылған. Сондықтан да кезек сіздерге ауысады. Рахат Тұрғанбек және Нүрия Садықова 5 жаста, Ерсұлтан Әшенов, Марғұлан Ошан 5 жаста. Қандай сөз екен, енді сіздер тауып көріңіздер. Америк увлис көреміші, киноспен неке іші. Жаман қандай итін ұсталады, Америкпен умристің ұсталады. Бір уақытта суға тыстай сағындар, иттерін не істейді. Акула жинеп суның ішінде
итін қорықпайды акула. Келе жатқанда гелиспен адам досы ғой. Сол көмектеседі. Төбесіне шығып кетеді дельфин. Апай, мен айтайын. Ой. Үлкен болады, бассейні болады, ол жақта тамақ ішеді, адамдар шомылады, үйге келеді, бәрін алады, тағы да бассейнге келеді. Иваның еді. Содан не түсіндіңіздер? Мүмкін ол акула деп айтылып қойды. Айтылып қойды. Иә, сондықтан ол акула емес. Емес. Кино. Оның үстінде отырып дейді, тамақ жеуге де болады дейді, ал сөйтіп айтты ғой, е? Мүмкін ол катер сияқты бірдеңе шығар, яғни қайық. Мүмкін қайық па, жоқ әлде Әбді қиналды ғой, әрине қайық. Дұрыс. Міне 25-те 25, қандай тамаша ұпай. Ал енді бағана сіздер таныстырған кезде біраз мағлұмат алдық. Болат, арманыңыз парашютпен секіру екен ғой. Қашан секіресіз? Қашан көреміз? Мен бірден Дубайдағы секіретін парашют бар екен да, қаланың үстіне. Соған секіргім келіп андай біздің қаланың шетіндегі тауының үстінен Ол енді жерге жақын ғой. Енді анау жоғары жақта. Сол қызық болды, содан бастасам ба деп отырмын. Содан бастасаңыз, Сосын космосқа ұшсам ба деп отырмын. Бізге айтасыз ғой, ұшатын кезде. Айтамын. Балалар бәріміз бірге тамашалаймыз. Аша Матай, сіз енді өте талдырмаш, нәзік жансыз. Бірақ бокспен айналысады дегенге мен таң қалып қалдым. Бокста менің әкем мені үйреткен, себебі әкем өзі кәсіпқой боксшы болмаса да, енді өзі жақсы көреді, жаны тәні жақсы көреді. Сондықтан енді мен оның кішкентай кезінен көргеннен кейін бокстың перчаткаларын алып, мен де үйде келген заттардың барлығын соғып бастадым. Содан кейін әкем айтты, сені енді апарып көрейін деп. Содан кейін мен груша ұруға кетті. Содан кейін сонымен солай басқа қыздармен де төбелесіп үлгердім. Қазір өмірде пайдаланасыз ба сол бокс? Пайдаланбаймын, оның керегі де жоқ қазіргі кезде. Мен аса сондай төбелес неге жақын емеспін да. Құдайға шүкір. Бірақ батыр, қанша жақын болмаса да. Құдайға шүкір ойым бар, сондықтан да барлығын тілмен шешуге жақынмын. Ұрмайсыз, шаштан жыласыз, е? Ондайым бар енді. Сөзбен жақсы түседі өзі. Нұрболат пен Шабаның армандары бар ма екен, жаңа Болат сияқты, мысалы, парашютпен секірем дейді. Сіздердің қандай армандарыңыз бар? Бала күннен келе жатқан десек. Е? Мен негізі жаңа мектеп кезінде география сабағын жақсы оқитынмын. Өзі бір Амстердам деген қала бар екен. Иә. Сол жаққа барып демалған. Барып демалып келу. Ал Шаба ханым? Мені аспан ілімдері қызықтырады. Астролог боласыз ба? Ұнайды. Бәрекелді, Болат екеулеріңіздің армандарыңыз аспанға жақын екен негізі. Орындала берсін армандарыңыз. Дей отырып, біз мінекей келесі айналым түсіндірме айналымына келіп жеттік. Дәл қазір мен сіздерге бір сұрақ қоямын да, соған 4 жауап беремін. Ол сұраққа әр қатысушы жеке жауап беруі тиіс. Әрине балалардың жауабы мен сіздердің жауаптарыңыз сәйкес келу керек. Сонда әрқайсыңыз 5 ұпайдан жинай аласыздар. Әрине дұрыс жауабын экраннан тыңдайсыздар. Сұрақ мынандай: ай неге жерге құлап қалмайды? 4 жауабы бар нұсқасы. Біріншісі, ол аспанға жабысып тұр. Екіншісі, жерді мықты қабырға қоршап тұр. Үшіншісі, ай жеңіл, сондықтан да құламайды. Соңғы төртіншісі, ай жерді айналып ұшып жүре береді. Сонымен Болат, қай нұсқаны таңдайсыз? Қызық сұрақтар екен. Қызықсын неле жауаптар екен деген ғой. Иә, жауаптары қызық, 4-өн 1-өн таңдауға тиіссіздер. Ай жеңіл, сондықтан да құламайды. Ай жеңіл, сондықтан құламайды. Балан тілмен осылай. Сонымен Аша. Менің ойымша жабысып тұрған сияқты. Жабысып тұрған сияқты. Себебі мен солай ойлағам. Дұрыс, алты қабылдайық. Иә? Ай аспанға жабысып тұр негізі. Сізде Аша сияқты ойлап тұрсыз, иә? Ай аспанға жабысып тұр. Шаба? Ай жеңіл болғандықтан құлап қалмайды. Құлап қалмайды, иә? Ал енді қайсыларыңыздың қоржындарыңызға 5 ұпайдан түседі екен, олай жауап беретін баламызға назар аударайық, экранға қараңыздар. Ол жабысып тұр. Жабысып тұр клеймен. Иә? Жабыстырып қойған енді клеймен. Клеймен енді өзі. Клеймен жабыстыр екен, клеймен. Қандай клей екен білмейміз енді, ол суперклей ма, қандай клей екен білмейміз. Сонымен Нұрболат пен Ашаның жауаптары дұрыс болды, иә, нұсқаға. Яғни 5 ұпайдан қосылды. 30-да 30 ұпай.
Қандай тамаша. Ендеше біз ары қарай келесі айналымға көшеміз. Кім жылдам айналымы? Бұл ойында қай топ шапшаң болса, сол топ жеңеді. Қазір бейнероликтен баланың айтқан сөздерін тыңдап, дұрыс сөзді табасыздар. Бірінші жауап беру үшін үстелдегі қызыл тетікті жылдам басу керек. Дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі. Ал қате болса, келесі топ дәл сол бейнероликті аяғына дейін тыңдап, дұрыс жауабын берсе 10 ұпай алады. Асығам деп қателесіп қалуларыңыз да мүмкін, оғанда сақ болыңыздар. Сонымен, Самира Асылбекова және Сафина Оралбек 4 жаста, Ерсұлтан Ашенов, Марғұлан Ошан жасарады. Алғашқы сөзді тыңдаңыздар. Әдемі қыз, көйлек бар, туфли бар, колготки бар, шапка бар. Я, бірінші басқан Нұрболат. Бірінші басқан Нұрболат, рахмет. Бұл әдемі қыз деп айтып қалды жаңағы. Қалай? Тұрмысқа шығып жатқан қызды бейнелеп тұрған сияқты сәукелесі бар деп естіп жатыр. Міне қызық. Қандай жауап? Сосын? Туфли бар дейді. Туфли бар деп естідім. Туфли бар, е? Асығып кеткен жоқсыз ба? Жоқ, асыққан жоқ сияқты. Ендеше, сіз дұрыс жауап берген жоқсыз. Ары қарай тыңдау мүмкіншілігі бар. Тыңдаймыз. Им бар, иіс шашы бар, құлбақ бар, иуак бар, помада бар, мынандай бар, тен. Айзаттан қасында жүреді, ешқайда кетпейді, бірге болады. Ол қыста келеді, жазда келмейді. Әрине. Осылай жауап беруге асықпау керек, көрдіңіз бе? Әрине, ол Ақшақар екен. Ал енді, ары қарай тағы да сұрақтарға жауап берейік. Рахат Тұрғанбек және Нүрия Садықова 5 жасар балалар келесі сөзді жасырады. Ауылда машина барды, көп жақты балаларын туақты. Ақтабан, ақтөс. Бір балаға өліп қалсын, 2 балық қалды. Потом ақтабан бар, ақтөс бар, таз бар. Не ойладыңыздар? Біздің ойымызша бұл құрбан айт секілді. Құрбан айт секілді. Құрбан айт? Ой, қандай ұғымдар балалы үй базар бағдарламасында. Керемет. Құрбан айт. Мейрамға бұл еді, мейрамға. Болашақ құрбан айттарыңыз қабыл болсын, рахмет. Әрине дұрыс емес. Қазыш балаларын туған ғой, ақтабан өлтірген ғой. Бүйін жылқыға өлтіп тастаған ғой. Ауыл тауға да ұрасың, ауылға да. Біздің ауылымызда көп қойды сойды. Біреуісін кішкентай баласын тудыған мамасын соймады. Өтен адам келсе, қауып болады. Сіздерге мүмкіншілік бар жауап беруге. Не туралы? Ит дейікші. Неге ит дейікші? Ақтөс деді бағана. Ақтөс. 3 жыл болды деді. Тазы деді. Әрине, ит қой. Ит қой, әрине. Сонымен тағы да алда жеткілікті сұрақтар. Назар аударыңыздар экранға. Иманғали Амангелді, Нұрмұхамед Әліқол 5 жасар балалар не жасарады екен? Көрейік. Орманда аңғыреді. Аңғырында 20 бар. Зуңғырida 100 бар. Ананда шөтер жезі ғой. Тұрады, ең мықты аю. Ол боша жасыл таяқтарды жеді. Тағы да ол боша қара түсті, тағы да ақ. Шаба, қуанып кетті. Жерден жеті қоян таптау дейм шамасы. Мысығаю. Мысығаю сияқты. Ормандағандай. Джунгли деп жаңағы бір Ал дейік. Орман болу керек негізі. Ормандағы нәрселер бейнелеп жатыр да. Жасыл таяқ жейді деді. Жасыл таяқ жейді деді. Мысығаю деген, яғни түр түсін айтыңызшы. Ақ, қара.
Өзі қандай болады? көзі дөңгелек. Яғни сіздің айтқыңыз келіп тұрған панда ғой енді мысқайы деп тұрған. Дұрыс. Құтты болсын, дұрыс. Бәрекелді. Ары қарай соңғы сұрақты жасыратын Ерсұлтан Әшенов және Марғұлан Ошан 5 жаста, Кәусар Абдурашид және Айсұлу Ақжігітова 5 жаста. Қандай сөз екен? альбом. Ой. Ой. Ол дәптер, оқиды, көреді, жазады. Көп қағаздар. Потом суреттер көп. Жазылар. Потом көп қағаздар. Оқиды. И оқиды. Маған мамам жатарда таптан оқып. Ой! Иә, басты. Аша не деген жылдам десеңізші. Мен емес. Нұрболат екеуі. Мен емес. Нұрболат екеуі деп тұрмын ғой. Содан не екен? Оқиды Ертегі деп кітап сияқты. Аха. айпад сияқты. сіздер рахатыгіне басып аласыз да сосын Қалай жайлап қалай? гаджет. Ертегі кітап. Үлгеру керек қой. Сонымен Ертегі кітабы. ертегі кітабы ма жоқ айпад па? Жауап дұрыс айтыңыздар. Не? Ертегі кітап. Қосыласыз ба? Ішінде суреттері бар. А? Иә, кешке мамам жатарда оқып береді деді, оқиды деді. Дұрыс, Шабаның кітап оқитыны көрініп ақтыр. Кітап екен, әрине кітап. Айпад емес екен. Бәрекелді. Құтты болсын. Алда әрине мүмкіншілік көп. Аша, мойынбаңыз, иә. Қапаланбаңыз. Келесі айналым сөз жасыру айналымы. Сонымен жүргізуші, яғни менің көмек сөздерім арқылы 45 секундтың ішінде жасырылған сөздерді табуларыңыз керек. Топ мүшелерінің біреу ғана жауап береді, ал екіншісі көмектеседі. Ұпай аз жинаған топтан бастаймыз, яғни Болат мырза менен Аша ханым. Екеулеріңіздің қайсыларыңыз жауап бересіздер? Бұл блиц сұрақтар. Аша жауап берсін, мен азыр көмек. Қорқып отырсыз ба? Аша кішкене пысықты. Аша, егер Кішкентай балдардың тілін жақсы. егер жауап жоқ болса, ары қарай деп айтасыз ғой. Дайынсыз ба? Дайын. Ендеше бастаймыз. Ол қысқа және ұзын болады. Жіңішке, ол тышқанда болады. Ол құйрық. Ол жаман болады. Сұр түсті, қойды жек қояды. Қасқыр. Ол гүлдерді өлтіріп тастайды. Қорқынышты, ол аспанда жарқылдайды. Ол бұлтты. Аспанда жарқылдайды. Найзағай. Одан робот жасайсың, үй жасайсың, оны құрастырады. Конструктор. Конструктор ғой, лего. Ол ас үйде болады, оны жуып қояды, онымен шай ішеді. Ол кесе. Ол үйде болады, үстелдің жанында тұрады. Оған отырып сабақ дайындайсың. Стөл. Ja, орындық дұрыс. Оны адамдар жейді, түсі қызыл, ішінде көп дәні бар. Көк дәні бар. Көп дәні бар. Шие сияқты шие емес, не? Не еді? Айтыңыз. Ұмытып қалдым. Не? Ішінде көп қызыл дәні болады, адамдар жейді. Әрі қарай жақсы. Болды ғой. Қызыл дәні бар дедіңіз ба? Тез жо, иә. Оны адамдар жейді, түсі қызыл, ішінде көп дәні бар. Сонымен? Қарбыз. Қарбыз емес. Көп дәні бар дедіңіз. Болды, қабылдамаймыз. Ол анар еді, қарбыз деп қойдыңыздар. Иә, жаман емес. Ал, Қареки, Нұрболат, Шаба, қайсыларыңыз жауап бересіздер? Қыздың жолы жіңішке деген. Қыздарға бүгін жолдарыңыз беріп осыздар, Шаба, дайынсыз ба? Ендеше, бастаймыз. Ол ұзын болады. Дәптерге керек нәрсе, онда сандар жазылып тұрады. Сызғыш. Ол кішкентай болады. Онымен жаман адамдар атады. Ол тапаншада болады. Оқ. Ол жанат, аспанда болады, түнде шашылып жатады. Жұлдыз. Ол шыбынға ұқсайды, боялған, шағып алады. Ара. Ол ағаш, ақ болады, өте биік және жіңішке. Аққайың. Жапырақтар сарғаяды, күн суиды, одан кейін жаңбыр жауады. Күз. Олар қыздарда болады, патшаларда болады, басына тағады. Тәж. Ол ағаммен бірге жүреді, әдемі қыз, ұялшақ. Ағаммен бірге жүреді, әдемі қыз, ұялшақ. Қызы келіні. Қарындасы. Қалыңдық. Қалыңдығы? Ол аспанда тұрады. Қар үлгермей қалдыңыз, уақыт өтіп кетті. Уақыт өтіп кетті. Мінекей біздің бағдарламамыз аяғына да келіп жетті. 70-те 115 ұпайменен алдыға озған Нұрболат пен Шаба жұбы. Айда сен.
Әрине, керемет ойын өрнегін көрсеттіңіздер. Ендеше жеңімпаздарымызға арнайы тұрмысқа керекті техника. Қабыл болсын, қабыл болсын. Кішкене баласы тамақ жеп отырған әкесіне: әке, сен әлі үлкен болып өсесің бе деп сұраған екен. Жоқ деп жауап берген әкесіне: онда неге тамақты көп жейсің депті. Сіздерге айтарым ағайын, жүздеріңнен көрем шатты қарайын. Осылай болсын әрбір күнің, әр айың. Қадамдарың сәтті болсын балалар. Тілектерің қабыл болсын ағайын деп сіздермен келесі аптада жүздескенше қош сау болыңыздар дегім келеді.